Армысыздар, құрметті қазақ тіліндегі интернет желісінің пайдаланушылары. Менің есімім Марина Сахарова. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы Элина Сергеевна Паули. Паули Элина Сергеевна 1990 жылы Павлодар қаласында дүниеге келген. 2007 жылы арымды балаларға арналған облыстық көп профильді мектеп-лицейін үздік тамамдаған. Мамандығы физика, математика және ақпараттық технологиялар. 2008-2013 жылдары аралығында Павлодар облысы татар-башқұрт қоғамдық мәдени орталығы қоғамдық бірлестігінің жастар қанатының көшбасшысы. 2011 жылдан бастап татар және башқұрт мәдени этностық бірлестіктерінің республикалық қауымдастығы жанындағы жастар комитетінің басқарма мүшесі. 2013 жылғы желтоқсаннан бастап Павлодар облысы Қазақстан халқы ассамблеясы жастарға арналған бірлестіктерді үйлестіру одағының төрайымы. 4 тілді еркін меңгерген: орыс тілі, қазақ тілі, татар тілі және ағылшын тілдері. Жетістіктері: мемлекеттік тілді дамытуға қосқан үлес үшін Ахмет Байтұрсынов атындағы сыйақы, стипендияты. Мәдениет саласын дамытуға қосқан үлесі үшін қала және облыс әкімдерінің грамоталары. Татарстан Республикасының жастар істері жөніндегі министрлігінің грамотасы. Байланыс операторлары арасында мемлекеттік тіл білгірлерінің байқауының жеңімпазы. Қазақстан патриотизм мен мемлекеттік тілді дамытуда қосқан үлесі үшін көлік және коммуникация министрлігінің құрмет грамотасы. Сәлеметсіз бе, Элина? Бірінші сұрағымыз: қазақ тілін қалай және қайдан үйрендіңіз? Сәлеметсіз бе, құрметті көрермендер. Сәлем, Марина. Енді қазақ тілін мектепте үйрендім. 9 сыныптан бастап қазақ тілі пәнінен олимпиадаға қатысып, түрлі деңгейлерде жүлдегер, жеңімпаз болып, солай қазақ грамматикасын оқи бастадым. Сондан соң студенттік кезінде қазақша жүргізуші болып, солай өзінің тілімді меңгердім. Біздің білуімізше, мемлекеттік тілді жастардың арасында кеңінен насихаттайтын Жорға клубын бірнеше жыл жетекшісі болдыңыз. Жорға клубының яғни. Клуб мүшелерінің арасында қазақ тілін үйрену бойынша белгілі бір нәтижелерге жете алдыңыздар ма? Біздің клубымыз 2009-2010 жылдарда жұмыс істеді. Біздің клубына басқа ұлт өкілдері келіп, қазақ тілін осындай неформалды формада оқып, түрлі әндерді аударып, өлеңдерді оқып, қазақ тілін меңгерді. Нақты әдіс тәсіл ешқандай болған жоқ, не келді, үйреттік, иә? Мемлекеттік тілді жастардың арасында кеңінен насихаттайтын Жорға клубының бірнеше жыл жетекшісі болғаныңызды білеміз. Клуб мүшелерінің арасында қазақ тілін үйрену бойынша белгілі бір нәтижелерге жете алдыңыздар ма? Біздің клубымыз Жорға клубы деген 2009 жылдан бастап жұмыс істеді. Сол клубқа басқа ұлт өкілдерінің жастары қатысып, осындай неформалды түрлі тәсілдер қолданып, қазақша үйренді. Түрлі әндер аударып, өлеңдер оқып, осындай мақалаларды зерттеп, қазақ тілін оқып, кішкене біздің бірнеше кісі қазақша сөйлей бастады деп айтуға да болады. Ассамблея жастарының басым бөлігі қай тілде сөйлейді? Біздің жастарымыз әрине көбісі өзінің ана тілінде сөйлесіп, орыс тілін қолданып, және де қазақ тілінде сөйлесуге тырысады. Ал сіз өзіңіз үйде қай тілде сөйлесесіз? Міне, жолдасыңыз бар, сіздің екеуіңіз қай тілде сөйлесесіз? Болашақ балаңызды қай балабақшаға апарасыз? Біз үйімізде бірнеше тілде сөйлесеміз, әрине бұл орысша, татарша да сөйлесеміз.
менің сіңіліммен бірге қазақша сөйлесеміз, шешеммен де қазақша сөйлесеміз. Әкем және күйеуім қазақша жаңалықтар қарап, қазақ тілін меңгеруге тырысады. Және де біздің балаларымызды, болашақ балаларымызды әрине қазақ балабақшаға береміз. Элина, енді келесі сұрағымызды қоятын болсақ, жалпы қоғамдық жұмысыңыздың негізгі бағыты қандай? Жұмысыңызда қазақ тілін қаншалықты жиі қолданасыз? Біздің қоғамдық жұмысымыздың басты мақсаты бұл көпұлтты жастарды біріктіріп, қазақ тілін насихаттау, басқа ұлттардың әдет-ғұрыптарын, мәдениетін насихаттау. Қазақ тілін әрине жиі қолданамыз, сондықтан біздің мемлекеттік органдарымыздың көп жұмыс атқарамыз және де көпұлтты жастарды қазақ тіліне үйретеміз. Нұр Отан партиясының 16-шы съезінде сіз елбасының алдында сөз сөйледіңіз. Әсерің қандай болды? Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен кездесу менің арманым болды. Осы арманым Нұр Отан партиясының 16-шы съезінде орындалды. Және де осы съезге қатысу бұл үлкен жұмыстың жемісі деп айтуға болады. Осы съезге қатысып мен барлық қазақстандықтардың атынан, барлық жастардың атынан сөз сөйлеп, біздің жағдайымызды айтып, елбасымызға бәрі де жақсы, бүгінгі жастардың бәрі де жақсы деп айттым, сәлем бердім. Негізгі орысша сөйледім, бірақ біздің туған тіліміз қазақ тілі туралы қазақша айтып, елбасымызды таң қалдырдым деп айтуға болады. Мен енді әрине тіл мәселесін қозғаймын. Элина, өзіңізде өміріңізде қандай қызықты сәттер болды осы тіл мәселесіне оралсақ? Біз әжемен Ресейде болғанда, Екатеринбург қаласында вокзалда шығып, балмұздақ алғым келді. Бір әйел тұр, оған қарап, ол қазақ сияқты. Мен оған, апа, маған бір балмұздақ беріңізші деп, ол маған қарап, здравствуйте, вы из Казахстана деп, осылай таң қалып, сонан соң менімен қазақша сөйлесіп, Қазақстан туралы сұрап, балмұздақ маған берді. Бірақ және де тағы бір оқиға болды. 8 март күні менің әке-шешемнің пәтерінде телефон. Әке-шешемнің пәтерінде қоңырау шалып, мен трубканы алып, здравствуйте деп, маған бір адам, алло, сәлем, Алтыншаш сен ба? Жоқ. Ал бұл кім? Бұл мен Элинамын. Фамилияң қалай? Иванова. Сен қайдан мұнда келдің? Иванова деп қазақша сөйлесесің. Мен осылай үйрендім қазақша. Енді осы кісі трубкадан маған Мариям орыс қыз деген әнді айтып берді. Осындай 8 мартқа деген сыйлық болды. Біздің барлық тіл жанашырларына қоятын бір сұрағымыз бар. Ол тіл үйренемін деушілерге қандай ақыл кеңес бересіз? Тілді үйренуге маған әрине менің мұғалімім Ауытпашова Шолпан Калямовна көмектесті. Осы кісі қазақ тіліне деген сүйіспеншілікті көрсетті. Осындай адамдар болса, басқа кісілер қазақ тілін оқиды. Бұл біріншіден. Екіншіден, менің отбасымда әрқашан қазақ тілін оқы деп әке-шешем айтты. Және де әкемнің бір әдісі болды. Сен күнде 5 сөз жатқа оқып, аптаға 35 сөз болады, сонан соң жылға көп сөз білесің. Және де үшінші, бұл әр адамның тілегі болуға тиіс. Мақсат болса, сол мақсатқа әрине жетесің. Қазақ тілінің болашағы әрине жарқын, менің ойымша. Себебі біздің елбасымыз 2020 жылға дейін қазақстандықтардың 95% қазақша сөйлеуге тиіс деп айтты. Бүгінгі күні
белсенді адамдар, жастар көп. Сондықтан 2020 жылға біз осы мақсатқа жетеміз деп ойлаймын. 100%-ға жетеміз деп айтуға болады. Дұрыс қой? Мүмкін. Элина Сергеевна, біздің бағдарламамызға уақыт бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет. Менің ойымша, сіздің және сіз сияқты қазақ тілін жетік меңгерген жастар өміріміздің жас ұрпағына үлгісі деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау саламат.